Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіздер ма? Сабақ қайда? Асық болсын. Сәлеметсіз бе, Жайна апай, кіруге бола ма? Әрине, Нұржан, кіре ғой. Балалар, үй тапсырмасына кім дайын? Апай, мен айтсам бола ма? Айта ғой. Архимед заңы қалай пайда болған? Бір бай келіп, алтын тәж жасайтын адамға саған 10 фунт беріп, сен маған алтын тәж жасап бер дейді. Оған бір аптаның ішінде жасап бергеннен кейін, оны Архимедке айтады. Ал балалар, үй тапсырмасын білесіздер. Абай Құнанбаевтың өлеңдерін жатқа айтып беру. Сәлеметсіз бе, апай, кешіресіз, қайта кешіккеніме. Кіре ғой, Нұржан. Ал, кім дайын? Нұржан? Сабақ айтуға дайынсың ба? Иә. Айта ғой. Абай Құнанбаев, ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрсеге асық бол, бес нәрсеге қашық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмірін алында, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, ерінбек бекер мал шашпақ. Беш тұспанды білсеңіз, талап еңбек терін ой, қанағат рахым ойлап қой. Балам? Ал балалар, үй тапсырмасын білесіздер. Сәлеметсіз бе, апай, кешіресіз, қайта кешіккеніме. Кіре ғой, Нұржан. Бүгінгі үй тапсырмасына кім дайын? Балалар. Нұржан, сабақ айтуға дайынсың ба? Иә. Нұржан, сенің ата-анаң күнделікті қандай баға алып жүргеніңді біле ма? Жайна апай, біз үйде анам екеуміз ғана тұрамыз. Анам азанда мені сабаққа шығарып салған кезде көрсеміз. Ал мен кешке үй тапсырмамды орындап ұйықтап қаламын. Ал анам түнде келеді жұмыстан. Сондықтан мен бағаларымды көрсете алмаймын. Түсінікті. Сен жатарда анаңа хат жазып қой. Көйлегімді жуып қой деп жарай ма? Жарайды. Бүгін тағы көйлегі дақ. Менің ойымша анасының мүлдем қолы тимейтін сияқты. Біреу ұрды дейтін десең, көйлегі ғана кір. Әлде жағдайы төмен бе? Не істесек болады? Маған бір ой келген сияқты. Жайна, мүмкін былай істейсіз? Нұржан сондай керемет бала. Сабақ үлгерімі өте жақсы. Рахмет, өте қуаныштымын. Менің келген себебім бар. Мемлекет тарапынан барлық оқушыларға 5 данадан ақ көйлек таратып беріп жатыр.
Соны балалардың өзіне емес, ата-аналардың қолына апарып беру керек. Мінекей. Рахмет, мемлекет тарабынан өте керемет шешім екен. Білесіз ғой, балам қаншалықты сабақты жақсы оқығанмен, ол бала ғой. Мектептен келген соң кір болады үсті, ойнайды. Ал оның күнделікті жуа берсем, бір жылға жетпей онып кетема деп қорқамын. Сонда күнделік жуып бересіз? Иә, әрине, әне бұл сабаққа әлде кір болып келеді ма? Жоқ, айтайын дегенім, Нұржан өте құпты бала. Жақсылық жасауға ұмтылған баланың жолын кеспе.